Бұл менің ауылым Көлғамыс. Бақытты балалық шағымның мекені. Ал мынау мен. Ауылымды сондай жақсы көремін. Кіндігімнің жасқаны, тамған жерім ауылым. Шабытымның асқары, самғаушы едім ауылым. Жастығымның куәсі, шұрқыраған ауылым. Жусаны мен жуасы, бұрқыраған ауылым. Жастығымның куәсі, шұрқыраған ауылым. Жусаны мен жуасы. Бізде осындай қыстың қызықты күндерімен қоса, қарлы, боранды түндерде болып тұрады. Боран демекші, жақында ауылда бір қызықты оқиға болды. Оны сіздерге көркемдеп қалай жеткізсем екен? Таптым. Оның аты Боранды түнде. Ал анау жүрген осы оқиғаның басты кейіпкері Қайсар аға. Нағыз жігіттің сырбазы. Асындағысы күрең қасқа. Күрең қасқа жаз бәйге бермейтін, қыс көрінген аң құсты құр жібермейтін үйрік ат. Қасқыр, қоян, түлкі дегендерің Қайсар ағам үшін түк емес. Алады да соғады. Бірақ осы ағамыздың бір кемшілігі, әлі күнге үйленбеген бойдақ. Сүйген қызы да жоқ емес. Естуімше, көрші ауылдағы Бекбергеннің қызы Кәмен. Ол Бекберген қызының қалың малына осы күрең қасқаны сұратыпты. Әрине оған ағам өкпелі. Меніңше, күрең қасқаға айырбастауға тең келетін қыз жоқ. Қайсар ағамның өкпесі орынды. Қайсар аға келеді, түлкі соғып апты. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Ал ағамна жеңгеме байлаған болсын. Жеңгеңді Қайсаржан өз түлкімен көмдім ау. Қалай, кешегі шаруаң не болып жатыр? Ой ағаны, атам болмай кеткір Бекберген қызының қалың малынан мен жалғыз күрең қасқам сұратып отыр дейді. Ал сонда не деп жауап бердің? Не деймін? Оттамасын дедім. Қой, олай қыз балыққа салынба. Аға, кешке сіз неге жиналамыз жігіттер ол. Қызды алып қашуға бекініп отырмын. Жарайды, келіңдер. Барам десеңдер, машинамен барыңдар мінекей. Жоқ аға, машинаның қажеті жоқ, тымысы бар, ел жұртқа көніп қалармыз. Ат жана дұрыс болар. Мен сізден көмегі, мынау боқ мұрныңызды берсеңіз, жайрақ ат ұстап тұратын адам керек қой. Жарайды, өзі қызбен келісімің бар ма еді? Мен келісіп отыр. Жарайды, онда барып келсін. Жолдарың болсын. Онымен бір кәдегі жарап, қыз алып қашуға мен де баратын болдым. Осы ауылдағы үйт құс қаптап кетті дейді. Шамалысы Қайсардан да қалмай жатқан шығар енді. Сол Қайсар бүгін келіп, мына жеңгесіне бір түлкі байлап кетті. Құдай қаласа бір іші кием ба деп отырым. Қайсарға жеме әкеп беріп жатыр ғой түлкілерді. Құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Әке, Қайсар аға жігіттер болса сыртқа шықсын деп жатыр. Мынау да бізбен бірге қыз алып қашуға бара ма сонда? Иә. Қой таста, бір жерге қалып қойып жүресің. Басыңызға бәле болып жүрсің, қалса едім де. Немен барасың? Ана қорқылдағы шабдар бермеймін ба? Қой, барса бара берші. Барса не болыпты? Кел, жаным, келе ғой, жаным, жуат ше ғой, жаным. Қайсар аға сөз жанындай жақсы көреді. Атын ұстап тұрса да несі кетіпті? Ренжіме балам жаным. Нағашыларым ғой саған айтып жатқан балам жаным. Олай болса аға, біз қозғалайық. Қайсарды енді күткізбейік далада. Ал онда түнге қалмай жолға шығыңдар, сапарларың оң болсын. Олжалы оралыңдар. Ал бір Аллаға тапсырдым өздеріңді. Жолдарың болсын. Кәменжанды аман есе қолымызға әкеп. Жақсы жеңеше. Қалайсыңдар жеттер? Айыңсыңдар ма?
Ya Kaysar, kız dayım olsa, mine biz dayımız. Kaysar kamen dağıla келin qilib tursak, yo'lar edi. İnşallah солай болғай. Өзінде жүрегі алып шығып күтіп отырған болар. Олай болса жүрейік. Bilmeyik каменді. Кеттік онда. Тоқтаңдар жігіттер. Абай болайық, біреу-біреуге ұстап қалып жүрмейік. Боғмұрат, сен біз келгенше ұстап қалып жүрме. Тынышы, Айтаржан, Шайрақ, мен ат алып келді хабар бергенде дайын отыратын бол, жарай ма? Жақсы, Алай-долай бүгін ауылға камен жеңгенде ауылға келін қылып жүрейік. жақсы. Кеттік онда жігіттер. Кеттік аға, şimdi. Осылайша көрші ауылдағы Қайсар ағаның қалыңдығы каменді алып қашуға аттанып та кеттік. Бұлайша ауыл жігіттерімен үлкен істе бірге жүруім ерлікпен пара-пар емес пе? Ертең ауылдағы балалар бұл ерлігімді естігенде не болар екен? Әсіресе Әсеттің үші күйетін болды-ау. Түн қараңғысымен жайлап Кәменнің ауылына да келіп жеттік. Мына боранды деп кетті-ау. Өйімсің жүріпті, отыңан әлеттер, салпақ оңай болып бейсендерге, тоқтаңдар! Мынаусы қайсы тағы? Ассалаумағалейкум аға. Сен кімсің? Мен де сол қыз алып қашуға келген адаммын. Немене, далада жатқан қыз бар ма екен сендерге? Білмеймін, бірақ мен Қайсар ағамда жігіт жоқ. Әлесін қарай бер өзің, кісен деп тастайын болсын. Өзіңіз біліңіз, бірақ менің Кәмен жеңгемді көрсетсеңіз болғаны. Өзің бір жүрек жұтқан бала екенсің. Боранды күн иттен бала құтырады деуші еді. Әлден тоңды ма онда? Иә, тоңып қалдым аға. Жүр, үйге барып, шай ішейік. Жылынып алып сөйлесеміз. Ол керемет семіз бұл. Екі елге жақын ба? Екі елге жақын болды дейді. Жақсы, жақсы. Енді айнала, енді шегін айнала болып жақсы болады сол. Қалғаны енді жұқтап жүрміз керек енді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мынау бала кім қасында жүрген түнделеді? Мына баланы мен нағыз бау көспе ұрма дедім. Біздің көрші ауылдағы Дина апайдың баласы. Қайдан шықтың қорағынан? Келіңдер, шайға келin. Отырыңдар. Өзі тоңып қалыпты, түнделетіп жүргенсің мына баланы. Айналайын тоңып тұрсың. Қалай, амансыздар? Аманбыз, өздерің қалайсыңдар? Бала шағам Ал, неғып жүрсің? Жай жүрмін аға. Ой, осы барантында адам жай жүруші ме? Біз бұл ауылға қыз алып қашуға шыққанбыз. Кімнің қызын алып қашайын депсіңдер сонда? Білмеймін, бір Бекберген деген кісінің қызы деп еді. Балалыйдың ұлық аттас деген осы болған. Енді ол қызды алып қашалдыңдар ма? Жоқ, ол қызды алып қашамадық. Мен ат ұстап тұрдым, жігіттерден адасып қалдым. Орынның біреу бұнау екен ғой, жүрген жігіма. Бекбергеннің қызын неға алып қашайын деп жүрсіңдер? Өйткені ол өте жаман кісі екен. Күйеу баласын жалғыз атын шығарды. Ол қандай ат ол күйеу баласы екен? Күрең қасқа. Күрең қасқа бізге жаз бойы бәйге бермейтін, қыс бойы қасқыр соғатын жүйрік ат. Атшылды күрең қасқа ғой. Ол ал күйеу жігіт қандай жігіт сонда? Бағы жігіттің сырбазы, мынандай қасқырдың өзі, оның шошалында мынандай боп толып жатады. Не алдың? Сонда Қайсардай жігіт жоқ дейсің ғой өзің? Дұрыс. Қайсар жігіттің сырбазы болса, өзі мынандай қасқырды көп аулайтын аңшы болса, астына мінгені күрең қасқа ат болса, неғып қайнатасына ренжітіп жүр? Жоқ, ол қайнатасын ренжіткен жоқ. Ол ертең қызды ұзатқан соң қызды жаяу жетектеп әкелеме сонда. Ол дұрыс емес болмыс. Ой, жөн. Әлгі бұқа білесіз, әлгі атшылы күрең қасқаның несі болса Қайсар бала екен ғой.
Білдік. Күрең қасқаны қимай жүр екен ғой біздің қыздарды. Иә. Әй, осы сендердің осылай созбақтап, жұмбақтап отыратындарың әй осы. Осы балаға жөнін айтсаңдар қайтеді? Ал айтсақ айтайық балақай. Манадан бері сенің адасып қалып, таба алмай жүрген жігіттерінің алып қашайын деп жүрген қызым мынау алдында отырған Кәменжан біздің. Ой, Кәменжан Бекберген деген менің немерелес інімнің қызы. Менің қызым болады. Сендердің келетіндеріңді естіп, Бекберген ағамыз Кәменді біз үйге жіберіпті. Сендердің ауылдан анау Зағипа деген өсекші әйел бар емес пе? Әй, қойшы. Ол бізге осы әңгімені жеткізген. Ой, Зағипа шамал жердің хабарын біліп жеткізіп отырады. Жарайды енді, бізге оның сөзінің керегіне. Енді осы баладан Кәменжанды ертіп жіберсек қалай болады отағасы? Қайдан білейін? Кәменжан өзі Қайсармен уәдең бар ма еді? Иә, бар. Енді Кәменді тәтеме Қайсарда жезем тең емес пе? Балаларды уәдеті болған ғой. Жігітті ел мақтаған, қыз жақтаған деген осыдан. Белгілі азамат қой өзге. Жақсы білеміз ғой Қайсарды. Олай болса не істейміз? Олай болса не істейміз отағасы? Онда мынау балаға етіп Кәменді сол елге жіберсек қалай қарайсыздар? Ойбай, қайнағаға не айтамыз? Ой, қайнағаға жөні болады. Айтарымыз, жеткізеріміз. Қадыр аға, бұлай аттанамын деп ойламаушы едім. Кінәм болса кешіріңіздер. Әкем де, шешем де сіздер боласыздар. Аттанған үйім, ата мекенім осы үй болар. Үй айналай. Ой, бақытты бол. Аға түсіндер енді өзі. Ал енді Қадыр аға, балаларға батаңды бер, жолынан бүгімейік. Қарындасымыздың бағын байламайық. Өзіңіз батаңызды беріңіз. Бісміллә деп батамызды берек, мен бата бергеннен кейін Бекберген қайда барар дейсің балам. Қолың жай. Бақ берсін, бәлесін сақтасын, абырой беріп аман сақтасын. Жортқанда жолың болсын, барған жерің баянды болсын. Енді жолың болсын осылай. Кәменді шығарып салайық. Кәменді шығарып салайық. Қайсардай тең жігіт табылса, арманың болмас айналайын. Барған жерің баянды болсын ол. Бұлайша жолым болып кетер деп кім ойлаған? Кәменнің ағалары жастардың обалына қалмайық деп шешті. Осылайша Кәмен жеңгемді ілестіріп, ауылға үлкен олжамен оралдым. Кім бұл? Аға, мен ғой Айдар, аш есікті. Ой, бұл мұны сенбісің ей. Мен саған жоқтап айтып отырып қой, мана қайда қалып қойдың. Ішіндеме қайда шыққан? Көзі толыр. Кәмен? Мен есқарып тұрғаны. Апа? Кәмен, сенбісің жаным ау. Қайдан жүрсің жеті қараңғы түнде? Ей, боқмырым. Жаным ау, шынымен сенбісің алып келген? Ендігім еді. Шынымен де көріп тұрсың ғой, Айдар мені алып келді. Енді оған күрең төберіңді бересің? Ой, берем. Айдарға берем ой, сен айтсаң болды Кәменжан. Береміз күрең төбе, сенің жолыңда садаға жаным ау, сол садаға ол күрең төбелі. Күрең төбені өзіме қайтадан сатасың ба? Сатпа інішегім, өзіңмін. Ей, ойлан. Сатам. Шынымен сатасың ба? Сатам. Не сұрайсың орнына? Жазғы тұрып, мұнандай бір тай үйретіп берсін. Уәде, үйретіп берем. Әкел қолды. Биік шың қозға құмар қылған ауылым, бүлдіршіндей бір қызға сыңар қылған ауылым. Сонымен Қайсар ағамның қуанышында шек жоқ. Маған бір тай үйретіп беретін болды. Ал ауыл ақсақалдары, үлкендері өзара келісімге келіп, жастарға ақ баталарын берді. Үлкен той жасалды. Осылайша Кәмен жеңгемді ауылға келін қып түсірдік. Ауыл біршілігі жарасқан менің ауылымның адамдары осындай, тамаша кісілер. Ойлғамыз татулықтың бесігіндей, өз үйде 4 түлік мал көсілгендей, қонақжай жақсылығы әмбек аян, сыйлайтын қасым демей, досым демей деп, жергілікті ақынымыз Абылай Мауданов шырлағандай, менің ауылым осындай. Бұл оқиға ауылдың бір күнгі қызыға ғана. Алда талай қызықтардың күтіп тұрғанына мен сенемін.
Ал сол окуйгаларды мен сиздерге тагы бирде баяндап берүүгө уәде беремин. Фильмнин соңу. Көкті түнді ұшып атып, желек созған ауылым. Ай көрмесем құмартып, жүрек қозған ауылым. Көк торғындай көктемде сағым қуған ауылым. Алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым. Көк торғындай көктемде сағым қуған ауылым. Алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым. Алыс сапар шеккенде сағындырған